Қымбат көрермен, сіздер де сұлу болып жүріңіздер. Бізде дәл қазір Жайылым Айдары. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен, фейс фитнес тренері Бақыт Али. Бүгін біз сіздермен қастың ортасындағы әжімге қарсы және ерінге арналған жаттығуларды жасайтын боламыз. Ендеше бастайық. Бірінші жаттығу бұл екі қастың ортасындағы әжімге арналған. Жалпы бұл әжім қалай пайда болады? Көбіміз қабағымызды түйген кезде мына жердегі бұлшық ет қысқарып, соның салдарынан осындай горизонталды әжім пайда болады. Бұл әжімді кетіру үшін біз сіздермен қазір бұл бұлшық етті тартып, орнына қайтадан келтіреміз. Ол үшін саусақтарымызды қастың өсетін жерінен бастап осы ретте орналастырамыз. Бұл жаттығу өте терең деңгейде, яғни бұлшық ет деңгейінде жасалынатын жаттығу. Мұрнымыздың ұшына қараймыз. Өте терең деңгейде демаламыз. Демді шығарған кезде көзді жоғары бағыттап, саусақтарымызбен бұлшық етті, яғни өте терең деңгейде терін емес, бұлшық етті екі жаққа қарай тартамыз. Бұл жаттығу статикада жасалынады, яғни қолымыз сырғанамас үшін мен сіздерге кәдімгі қағаз, салфетка пайдалануына кеңес беремін. Статикада бір 10 секундқа ұстап тұрамыз. Келесі жаттығу ерінге арналған, ерінді былайша айтқанда үлкейтуге арналған жаттығу. Ол үшін О әріпін жасап, ерінді барынша алға қарай созамыз. Ерін созған кезде бұл жерде бір көңіл аударатын жағдай, ешқандай әжімнің пайда болмауын қадағалау керек. Екі қолымызды аламыз. О позициясында ұстап тұрған кезде өте терең деңгейде, бұлшық ет деңгейінде бір 10-15 рет басамыз. Бұл жаттығу былай жасалынады. Бұл жаттығуды күніне 2 реттен 10-15 рет жасасаңыз, ерніңіздің көлемін үлкейіп қалғанын байқауға болады. Міне қымбатты көрермен, бүгінге біздің жаттығуларымыз осы. Келесі бағдарламада өзге де жаттығулармен таныстыратын боламын. Әдемі болуға сіз де лайықсыз.